Сонымен көп адамдардың сұранысы бойынша біздер міне Ақтөбе қаласында гипермаркеттеміз. Анвар гипермаркеті бір үлкен гипермаркет болып саналады. Бұл бізде Қадыр бауырымыз. Біздің Атырау қаласы бойынша номер 1 провокатор. Көп адамдардың опросы бойынша Мейрамбек Қадыр осындай жерлерді тексеріңіздерші, өтініш деген болатын. Осы жерге де келдік. Негізі байқашым бізге сотрудниктер, мияқта қызметкерлер бәрі бізге бет-бет қарап жүрген. Мына ас атасы нан дейді. Біз алдында ярмаркада көйелген нандар шықты. Иә. Бұл бауырымыз қазір мартта даже піскен нандар тұрды ғой, 6 ай. Иә. Ойлап қараңыздаршы, мартта өзінің маркировкасын берілген срок годности. Марттан бері, яғни наурыз айынан бері осы айға дейін, 42-ге дейін нан сатылымда тұрған ғой. Ойлап қараңыздаршы, көптеп шіріп кәдімгі витринада тұрған ғой. Содан бері қазір Қадыр барлығын тексеріп жүр. Мұқият түрде. Қазір мұнда өзі Аллаға шүкір шаңын сүрту барлығы басылып кетті. Негізінде басты мақсат мынандай ғой. Кез келген жерде бізде тексеріс жүргіземіз деп айтамыз ғой. Сол уақытта біздерге басты мақсат біз келатыр деп, хотя бы дұрыс деп қойса екен, хотя бы біз келатыр деп. Сол біздің үлкен нәрсе болып қалады. Тоғыр бәрін тексеріп тастады, жүгірмек бәрін деп қойып болды. Кеттік онда. Әбіш бауырымыз айтуынша, Әбіш бауырымыз бағана бізден бұрын келген болатын, иә. 2 сағат бұрын келген, 2 сағат бұрын мұнда жүрген уақытта мына жақтың барлығын тексеріп тастады. Мейрамбек, мен білем ғой, енді барлығы мына жаққа жүгіріп кетті дейді. Разведчик бұл кісі деген. Енді Ақтөбе қаласының тұрғындарын көп айтып отыр. Мейрамбек, сіздер Ақтөбеге келе жатыр деп, шалқарда, кез келген жерлерде барлық тексерістер өте керемет болып отыр деп. Яғни өздерін дұрыстауы, бұның өзі қуантады бізде. Міне, мысалы, мына шырынды алайық. Бұл шырын бізде қашаннан қашанға дейін екенін жоғардан білуге болады. Мысалғы 2024-ке дейін бұның әлі жәнесі жылдамдық мерзімі, жарымдық мерзімі өте жоғары. Кез келген Лейс немесе Хрустим деген сияқтылар, олардың және мерзімдері өте төмен болады. Мысалы мыналар 12 айға дейін көріп тұрсыздар ма? Бұлар где-то 4 айға беріледі тек қана. Ал енді біздер мына жаман харам өнімдерді қарамаймыз. Бұларды даже ұстауға біздің қолымыз бармайды. Сол қол болса да. Или Расул құсап бәрін қопараймыз. Расул, сен осылай қопаратының ғой. Ол заң жағында да, шариғат жағында дұрыс емес, білесің ғой, Расул? Шариғатта енді арақты харам деп оны сындыра беру емес. Оны ішпеу деп келеді. Ал енді біздер қазір морозилкада сақталған, яғни тоңазытқышта сақталған ет өнімдеріне керек. Бұл құс өнімдері болуы мүмкін, ет өнімдері болуы мүмкін. Дүкендер бұндай қатер жүрмеу керек, ал кішкентай дүкендер рұқсат етіледі. Біздің психология бойынша. Мысалы ретінде мынаның упаковкасы осындай уақытта, бірақ қашанға дейін жарамды екені жазылмаған. Бұл өте үлкен қателік. Не себепті бұл қателік болып саналады? Себебі қашанғы бұл тұрғанын біз біле алмаймыз. Себебі қағазын бит деген ауыстыра береді. Түсіндірдің ба? Майонезерлер тоже тез бүлінгіш заттарға жатады. Бұл да жылдан мерзімде өздерінің сроктарын жоғалтады. Мысал ретінде нан алайық. Қазіргі срогі шыққан уақыты, дейінгі уақыты бұл бізде, яғни әлі бұның 2 ай уақыты бар. Мынандай майысып қалған упаковкалар пластмасс болатын болса рұқсат етіледі. Білесіздер ме, бізде тұтынушылардың құқығын өте қатты қорғап қойған ғой. Өте қатты қорғап қойған. Бұл акциямен берілген өзінде. Егер де сіздер кез келген акцияны көретін болсаңыздар, барынша күмәнданып отырсыңыздар. Неге? Себебі кез келген акция емес, енді кейбір акциялар срок годности өтіп батырған себепті болады. Яғни жылдан жарамдылық мерзімі өтіп батырған себепті болады. Ал енді лейстер мәселесін білесіздер қалай екені, біздер жай ғана срок годности тексере қоямыз. Так, мынау алтын чай. Мынау бізде 5 чай. Түсіп бара жатқан сияқты, мынау бізде 5 ай. Бұның жарамдық мерзімі 3 ай дейді. Егер де 14-тен 20 градусқа дейін жоқ болса 3 ай болады. Біздер қазір Анвар гипермаркетін егер де жақсы болатын болса, мақтаймыз. Жақсы, керемет деп. Егер жаман болатын болса, онда кешір. Мына посылканы қарайтын жігіттер, красавчик. 5 деген баға қоямын. Ал енді бізде келесі кезекте құс өнімдері. Мынандай ашық алаңдар болмаған жақсырақ. Мынандай ашық алаңдар болмаған жақсы, көрдіңіздер ма? Мысалы мынау мынандай ашық болып жатыр. Неге болмайды? Себебі бұл жерде шыбын қону мүмкін. Әбіш, менің өзім пікірімше, иә? Мысалы мен затты алып кетемін ғой әрдайым. Ондай сияқты, иман андай алып жатыр ғой, неге алып жатыр? Тыныштық па деген сияқты алып кетті ғой. Сәлеметсіздер ме?
Ал енді біздер вакуумдалған өнімдерге көшейік. Вакуумдалған. Мұнда бізде вакуумдалған өнімдерден дәл осындай әдемі окорочка. Міне осындай керемет өнімдер бар. Мынаны маған алсам бола ма екен біреу? Міне көрді, пакетте оралған, иә. Так, бізде қазір апамыз колбаса желен особая сеткені беріп тұр. Годен додит упакована 13 дейді. Бұны біз алып кетейік, ай өтпесеңіз бола ма екен? Қазір апамыз дейтін біздерге удостовериться, яғни тағы да үстіне кепілдік ретінде бағасын шығарып берейін тұр. Өзіндік бағасы 2571, ал қазіргі құны 1039, иә? Машалла, керемет. Өте керемет. Получается, сіздің мына қойылып тұрған бағасы өте өзіне сай, иә? Машалла. Өте керемет, өте керемет. Бірақ біз бұны алып кете берейік, бола ма екен? Бәрі шыққанда кассаны пробей етеміз ғой. Болады ғой өзім, иә? Бір не болып тұр екен дейсіз ғой? Нарушение апай. Нарушение болған деген не ғой? Ол кесілген қоқыс солай тұрады ғой. Иә, вот мысалы есіміңіз кім? Апай дей берейін ба? Иә, жарайды, апай. Апай, негізінде бұларда вакуум болады. Түсіндіре кетейін сізге. Мына үлкен алып қойғансың. Түсіндіре кетейін, негізінде бұларда вакуум болады. Мына вакуум міне. Ішінде ауа жоқ. Егер де ауа болмаса, бұның жарамдылық мерзімі өзіндік бекітілген жарамдылық мерзімімен жарайды. Мысалы, 10 ай, 1 жыл. Егер де бір ине кіріп кетсе, ішіне ауа кіріп кетсе, яғни сойылса деген мағына ғой. Онда мерзімі жылдамдық 3 күн болады уже. А бұл жерде бізде вакуум жыртылған, көрдіңіз бе, міне вакуум. Бұны ұсақ мерзім қылу үшін не істеу керек дейтін сұрақ туады. Енді мынаны не істейміз біз деген сияқты? 3 күн өтпейді ғой. Бұны мынаны алып бере қойсыз ба? Сізді камера соққан жоқпын, уайымдамаңыз. Сіздің беделіңіз мен үшін жоғары ғой. Яғни мына окорочканы қалай вакуумдады, міне ауасыз қалдырып. Дәл сондай болса, жедел түрде осында вакуумдап тұру керек. Байқадыңыз ба, анандай колбасалар бар ғой, кесіліп вакуумдап келеді артына қарай. Дәл сондай болып келеді негізінде. Сондықтан да бізде бұл кесіліп вакуумдалмаған себепті нарушение саналатын бар. Яғни бұның упаковкасы 13-і 8 күн кеткен. Бұны басшылықтан құрамынан сұрау мақсатында көте қойық, иә? Басшылық құрамынан. Енді ветеринар тұрған сияқты, иә. Бұл, жоқ, әрине. Бұл сіздер бұйрық орындайсыздар ғой. Бұйрық. Дұрыс қой, әрине. Тек арнайы осындай колбасалар бар ма? Арнайы вакуумдалған бөлек. Міне. Сіздерге көрсетем бір кереметті. Үкімет арнайы мынандай ойлап тапты міне. Көрдіңіздер ма? Бұл вакуумдалған деді, яғни вакуум. Мына жерде өздерінің артына жазылып тұрады, то что бұл вакуумдалған деп өзім келеді. Вакуумдалған уақытта осылай вакуумдалып қалу керек. Енді бұның вакуумымен бұл 3 айға дейін жетуі мүмкін. Вакууммен. Егер де не дай Аллах бір жаман, зұлымдық адам келіп тесіп кетсе мына жерін, немесе құлап батырғанда жырып кетсе, бұл уже жарам соққан автоматтық түрде, иә? Неге? Себебі развакуум болып қалды. Ал енді қараңыздар, бағанағы біз алған колбаса уже развакуум. Түсіндіре алдым ба? Уже развакуум болып кеткен уже. Даже мынаның өзі тесіліп қалғанда сатылуға болмайды. Ал анау вообще болмайды. Негізінде. Енді қараңыз, сіз айтасыз ғой. Ай, Мейрамбек, оны дейтін халық сатып алу керек қой деп. Халық пускай мынаны алсын. Сондай ғой бұл жерде система. Апай, мына колбасалар енді әдемі, керемет тұр. Өте керемет. Сүйкімді болып тұр ғой кәдімгідей. Кім мына ветеринар қарайды? Сіз ба? Машалла. Әдемі, өте керемет. Енді бір ретте осылай бір кісі әдемі жұмысын жасаған екен да. Сөйтіп мақтап тұрады қой. Торттарды кім қарайды екен? Машалла, кереметсіз ғой деп. Арасынан бір просочек торт шығады ғой. Сол сияқты сізде де шығып тұрмасын. Мақтап тұрғанда. Тапчоң пісірілген өнім. Немене? Салы ма не? Шошқа еті, астағфирулла. Бірақ та мына кейбіреулер клиенттер мынаумен қателеседі. Жоқ, иә. Негізі мынаумен қарау керек. Дұрыс. Көбісі айқай шығарады, мынау дұрыс емес. Дұрыс. Мынау просто былай. Не үшін жауыстырады деймін? Цена үшін ғой тек қана, иә. Бұның барлығы әдемі, алайда мына жерде бір развакуум бар болды уже. Это уже да, фора это. Это уже неправильно. Вот смотрите. Ішіне ауа кеткен көптен. Ішінде ауа жүгір. Бұл уже развакуум. Негізінде бұның өзіндік өнімі бүйтіп тұрады міне. Ешқандай ауасыз, как положено, четко тұрады. А бұның ішіне уже су да кіріп кеткен, бәрі де кіріп кеткен, ауа да кіріп кеткен. Сондықтан да біз бұны бүйтіп шығарсақ та болады. Ай, өтпесеңіз енді бір киім дүние ғой. Біз алайық та бұны саудадан алып тастайық, жарай ма?
сатылуға тыйым салынады. Алайда сатылуға тыйым салған нәрсемен сатылу ол бізді айыппұлға келеді деп айтады негізінде. Бірақ біздің мақсат сіздерге айыппұл салғызу емес. Мына жер. Суретек мына жерге тұрғанын көрейін де, мынаның несін көре берейінші. Мынаның суретек тұрмағанын көрейінші. Просто мақсат штраф салғызу емес. Сіздердің дамығандарыңыз, байығандарыңыз, жан-жақтан объем ашылғандар бізге маңызды. Жақсырақ ол халыққа жеңіл болады. Мақсат айыппұл салғызу емес. Мақсат халыққа дұрыс өнім сатқызу болды. Мақсат сол. Енді кейбір адамдар сұрақ қояды. Мейрамбек, мыналарда вакуум бола ма деп. Жоқ, бұлардың вакуумның ішінде вакуум болады. Бұларда раз вакуум болса, ешқандай айып етпейді. Колбаса өнімдерінен барлығын көріп тұрмыз, әдемі, чоткі. Енді түбіне қарата тықпамаған шығар деген ойдамыз. Тіміскілеу емес, мақсат просто көрмей қалған халық, білмей қалған халық алып кетпесін деген мақсатта ғой. Апай, шұжық өнімдеріне өте жақсы қарағансыз. Керемет. Шұжық өнімдерін сіздің қарауыңызда ма? Өте керемет қарағансыз. Арнайы Махиев кеш өнімдері. Так, бұл жерден бізден уже нарушение. Қандай нарушение? Қазір біздер бірге талқылайтын боламыз. Басшылық құрам керек. Әбіш, сұрақ. Қандай нарушение бар деп ойлайсың? Жоқ, бұларға болады рұқсат етіледі. Неге? Майонез өнімдеріне кім қарайды, апай? Майонез өнімдеріне кім қарамы? Мына жерде бір сәл. Көшеше. Бізде мына жерде сәл мынандай бір дефект пайда болып жатыр. Оны әрине біз емес, бұны жоғарыда камерада талқылайды. Біз әдейілеген жоқпыз. Жай ғана көрініп тұр, витринада тұр міне. Көрініп тұр. Міне біз алып жатырмыз, тек қана өше қоятырмыз. Просто жай ғана іші ашылып, уже, е-майы. Енді былайша айтқанда кез келген халық қарап алады ғой, Мейрамбек, ол несін теңсілгейсің? Жоқ, сатуға тыйым салынады. Сатуға тыйым салынады. Яғни өнімді витринаға қоюға тыйым салынады. Егер де бұның крышкасы ашылған, ішіне ауа кіріп кеткен болса. Олар ауа кірмейді ішіне. Ауа кірмеген себепті бұны ауа өзі іштей не істеп жатыр, өзі жұмысын жасап жатыр. Бірақ рұқсат етіледі ол. Алайда мынаған рұқсат етілмейді. Мына ішіндегі уже өнімі дейтін сиыр болып кеткен ғой уже. Біреу құлатып алған мынаны. Біреу құлатып алған. Кейін қайтып қойған. Айналаға бір қарағанда жүре берген ғой. Ұялмайсыздар ма? Сатып алмайсыздар ма енді құлатып алғаннан кейін? Не ұят қайда мынау? Мынау үшін, міне сіздердің құлатып алған үшін, мына кісілер қазір қораға кіреді. Сондықтан да келесіде кез келген дүкенде бір нәрсені құлатып алсаңыз, Қазақстан Республикасының әкімшілік заңдары бойынша, жоқ, кесім ұстаймын, азаматтық кодексі бойынша сіз жауап бермейсіз оған. Сындырып алсаңыз да. Бірақ сізде адамгершілік болу керек қой жүректе. Сіз бір нәрсені құлатып алдыңыз, міне мынаны құлатып алдыңыз, міне. Кезінде мына бір ай бұрын немесе 10 күн бұрын құлатып алдыңыз. Алдыңызда, мен жауап бермейін деп қойып қойдыңыз. Оны продавецтер білмей қалды. Мысалы, білмей қалды, yani человеческий фактор. Сосын келеді, мен тауып алам, айтам, мына штраф салыңдар. Кейін 100 000 теңге айыппұлын салып береді, мына кісілерден жалақысын ұстап қалады. Система сондай. Бұндай жағдайда біз не істеуіміз керек? Құлатып алдық па? Бір ескертуіміз керек. Девушка, кешіріңізші, мен бәрі айыппұлын төлемеймін ғой, бірақ сонда да мен ескертіп берейінші, мынаны құлатып алдым, мынау жарамсыз сияқты болып қалды. Бірақ қаласаңыз, адамгершілік жағынан ақшасын төлей қойын десеңіз, қандай керемет әлем болмай ма бұл деген? Шариғат жағынан да, заң жағынан да, адамгершілік жағынан да. Сондықтан да бұны құлатып алған адамның кішкене бір намысы оянсын дейтін ниетте, немесе болашақта біреу құлатып алатын болса, дәл осы системаны қолданған абзалдық дейтін мағынада бұл видео арналып жатыр, жарай ма? Кейінгі мәселе бізде температура. Дәл осы жердегі температура бізде қанша? Қайдан біле аламыз? Ник бар ма? Біреуде холодильник жоқ, жанып тұр мына жерде, ыстық кәдімгідей. Неше деп аламыз мына жердің градусын? Еще мына жерде светтің ыстығы бар. Ескере кетейін. Сізге түсіндіре кетейін ба? Сізге түсіндірсем бәрін жоқ қыламыз қазір. Полный жоқ қыламыз корзинаға. Сатылуға жарамды. Негізінде жарамды. Сыртыда вид ашылмаған. Алайда срок годности бұда май айы деп тұр, және 20-сы, яғни мамыр айында 20-сында бұл басталған өзінің жылдам несі жарамдылық мерзімі. Кейін бұған арнайы үкімет тұрады да 2 срок береді бұған. Біріншісі дейді, бұған айтады 18 тәулікке дейін созуға рұқсат беремін дейді, саған айтады. 18 градус, міне 18. Бірақ егер де сен шартын орындасаң деп келеді. 18 тәулікке дейін, яғни ол неше ай? 9 ай ма? 6 айға дейін саған рұқсат беремін дейді. Бірақ бір шарты бар. Егер сен 0 мен 14 градустың арасында ұстансаң дейді. Ол яғни ана холодильник жату мүмкін, ана холодильник қатысты. Ал егер де 90 тәулік беремін, сен 14 пен 20-ның арасында ұстасаң дейді. Яғни мына жер қазір бізде 14 пен 20-ның арасы болады ыстықпен өлшесек.
яғни бұл 3 ай бұрын срок өтіп қалған. Ал 3 айды біз беретін болсақ, бұған августтың 20-сы бізде уже бұның срок өтіп қалған. Срогын ұзартуға сіздерге мүмкіншілік болды градусты ұстаумен. Алайда сіздер градусты ұстау мақсатында дұрыс ұстамаған себепті бұл амалсыздан просрочка саналатын болады. Біз мынаның өзінің заңына отырып міне. Махиевтің шығарып қойған заңы 14 пен 20-ның арасы ұстасаң, 3 айдан кейін мына іші бұл бөлініп кетеді дейді. Значит, бұл бөлініп кетті. Ал егер де сен мына жерде ұстаған уақытында міне, мына жерде біз біле аламыз міне, градустың 3 градус міне. Егер де мына салқындық көрініп тұр, мына жерде салқындық ұстайтын болсаң, сен онда мына 3 градус пен 0 мен 14-тің арасында сен 6 тәулік, яғни 6 айға дейін мынау болатын еді. Значит, 6-шы айдан басталған майонездің барлығы жарамсыз болып табылады. Сондықтан да менің өзім пікірімше, дәл осы жерде тұрған Махиевтің барлығын холодильникке салып қойсақ бола ма екен деген сұрақ келеді. Уже келмейді. Себебі бүлініп қойды уже. Андай ғой, ашып кеткен сүтті холодильникке салып қойсаң бола ма деген сияқты ғой. Какая разница, бәрі ашып кетеді, ашып кеткен нәрсе ғой. 5, мысалы, мынау міне 5. Бәрі 5. Жалко, конечно, әрине жалко нам бәрі. Өкінішті нам бәрі. Нам барлығы. Сізді возвратный товар бар ғой, да? Басшылық құрам шақырайық. Басшылық құрам. Қазір екі администратор. Жоқ. Былай алайық. Қазір бізде сағат қанша болып отыр? 6:30. Басшылық құрам неғып жоқ? Басшылық құрам бар ғой. Шақырта қояйық, директор шақырта қояйық. Директордың аты, жөні? Сара Талғатовна. Сара Талғатқызы. Бұл бізде қазақ, өзіміздің қазақ апамыз, иә? Үлкен кіші. Жас 40-50. Орта жаста. Орта буынды кісі. Сара Талғатқызы ханым шақыртайық. Өз көзімен көрсін, өзі администрацияға бұйрық берсін, оның бәрін жоқ қылуды. Мақсат, Нұрлан, мақсат, мынау сатылмау керек. Иә. Енді сөздің шыны керек, Нұрлан, сөздің шыны керек. Білдіңіздер ғой келетімізді. Мына жерге келіп қалуы мүмкін деген ой болды ғой. Мынаны бәрі бір тексеру көреді. Қараш. Мына 7-ші ай деп тұр, иә. 1-ші айға дейін деп тұр, иә. Бірақ мына жақта 60 суток есептесе, 9-ші айдың 16-сы. Мына біткірген ба сонда? 2 ай берген өзіне просрочка мынау. Басшылық құрам? Сара Талғатқызы. Мен сізді танимын ғой. Иә, бүгін таныстық мана сізді. Сара Талғатқызы. Сара ханым дейсіз. Жоқ, түсірейін ба? Негізі түсіруге хақым бар. Бізде тұтынушының қорғау заңнамалары бар. Тұтынушының қорғау заңнамаларының 24-ші бабы бар. 24-ші бабының 12-ші тармағы бар. 24-ші бабында не деп айтылған? Сатушылардың, өнімді берушілердің мына құқы не міндеттері деп келеді. Міндеттері. Қандай міндет? Сату керек, ценаны дұрыс қою керек, бүйту керек, сөйту керек. Ал енді мына 24-ші бапта міндеттемелер жазылады, 12 тармақ болып жазылады. Қандай міндеттелеріңіз бар сіздің? Не істеулеріңіз керек? Естественно, енді клиенттің аяқ киім жумайсыздар, товарға қатысты. Соның ішінде 12 тармағында былай келеді. Қазақстан Республикасының кейбір шектелген заңдардан басқа сатушылар, немесе мына өндірушілер, немесе бағанағы кассирдағылар, поставщиктер барлығы тұтынушыға камера және фотосъемка жүргізуге тыйым салуға құқықтары жоқ деп келеді. Иә. Сондықтан да мен сізді адами тұрғыда түсірмеймін. Заң тұрғыда түсіруге хақым бар. Жарай ма? Сізге бір сұрақ. Мынау просроченный. Қайдан біле аламыз? Әрине администратор қасыңызда ма? Администратор. 20 күн. Мына жерде условно. Мына холодильниктің үстінде тұрған Жоқ, осы жерде Сара ханым, осы жерде бір сұрақ туады. Маған мына жердің градусы 10-нан төмен екен дәлелдеп беріңіз, мен мына жерден үндемеймін. Просто 10-нан төмен. Мысалы, маған дәлелдеп бере аласыз. Себебі жоғарыда тұр міне. Мен анау 7 градус екен, бізде 3 градус анық екен ғой. Міне, мына жерде мен сізді сұрамаймын, дәлелдеме бар. 18 градус мағашы. Бұның іші. Іші ғой. Ханым, ескере кетейін, бұның іші. Ана жауық тұр ғой беттер барлығы. Егер мынау ішінде тұрса, проблем жоқ. Мен ойлағам, Сара ханым. Мына бәрі кондиционер бар десеңші. Мен ойлағам, мынаның арасынан шығып тұрма деп ойлағам. Салқындық. Мен сөйтсем, мына жерге қолым тығып қалып, бүйтіп салқындық өлшейін десем, қолыңыз салып қалыңызшы, ыстық беріп тұр еді. Қызы Сара ханым, кеше Атырау қаласында бұл бауырымыз бір дүкенге айыппұл салып жүрген екен. 13 агуша просроченный болған себепті 3,5 миллион айыппұл салып берген. Әр өнімге 100 мың теңгеден айыппұл салып берген уақытта елестетіңізші қанша өнім бар мына жерде.
былайша айтқанда енді иншаллах 20 жыл тегін жұмыс жасайсыздар ғой былайша айтқанда. Мақсат айыппұл салғызу емес. Мақсат жоқ бізде ондай. Иә. Просто мен мынаны сіздерге жинап та деп бұйрықты бере алмаймын. Ішім күйіп тұр. Мынаны көріп, ішім күйіп тұр. Бірақ амал жоқ. Сондықтан мынаның барлығын сіздер возвратный товар болса, бар ма? Бола ма? Поставщиктер бола, иә. Неге осыны арнайы мерчендайзерге қарайтын әлде нелі ма? Мерчендайзерлер неғып жұмыс жасамады? Неғып қадағаламады? Бірақ бір штуктан табылса, мен үндемей қойын дедім бұған. Мен айтып жатырмын Сарахан. Намысшыл еркек, намысшыл адам болсаң, адамгершілігің мол болса, құлап кеткен затыңа азаматтық кодекс бойынша төлеуге хақың жоқ. Өзің білесің. Дұрыстап қойсын пускай. Иә. Бірақ құлатып алдың ба, адами тұрғыда ескертсейші деймін де адамдарға. Иә, ескертсейші. Ей, мынаны құлатып алдым. Ей, бұзып алдым. Болмаса сатып алайыншы деп ескертсейші деймін де. Қазір осы себепті қазір сіздер қораға кіріп жатсыздар, мұстан-мұстан. Июньнің 20-сынан басталған дүниенің барлығын алу керек. Что қарау тұрмау үшін. Тек сразу 20.06 көрсеңіздер, сразу тик. Иә, дұрыс айтасыз. Условия хранения неправильно. Условия хранения дұрыс емес болатын болса, значит сатылуға тыйым салынады. Бұл заң. Сара ханым, бір мәселені түсініп алыңыз. Қадыр бауырымыз, Давид бауырымыз, Әбіш бауырымыздың басты мақсаттарымыз айыппұл салғызу емес. Поверьте на слово, айыппұл салғызатын болсам, полиция шақыртып, тартылатар едім, бәрін бір-бірден бар ғой. Сосын болмаса сізден бір приора сұрар едім, мен шай өтіп. Жоқ, мәселе мындай. Сіздің көңіліңіз көтерейін деймін ғой, көңіліңіз түспесін бұған. Бұл интернетке кетеді бәрібір. Сіздің жүзіңіз түспей провокация жасап жатқан жоқпын. Ұлан, не мынау деп айтып жатқан жоқпын. Бұл қийлақ бәрі. Бірақ мен сізге айтайын, мынаның барлығы сатылуға болмайды. Іші уже бөлінді. Сондықтан да алып тастаңыздар. Болма, теретпейсіздер ма? Машалла, вообще керемет. Қазір қопартсаңызшы онда. Жарай ма? Біздер халық көрсін то, что Сара ханым естіді, ісерге тістеліп жатыр деп. Жарай ма? Біз келгенше мынаның бәрін жинай берсінші. Арнайы жәшікке жинай берсін. Значит, біздер ет өнімдеріне келейік енді. Ет өнімдерінде бізде қарайтын сәлеметсіз. Есіміңіз кім? Айнұр ханым. Сіз түсірмейміз ойындамыз, иә? Айнұр ханым, бір сұрақ. Халал ма? Оның сертификаты мынау ма? А? Мынау халалдың сертификаты ма? Әлде? Халал болғанда ХМДБ-мен істемеген бөлінбеген. ХМДБ-мен расталған болады. Получается, бұл ХМДБ емес. ХМДБ емес. Яғни поставщиктің, еттің поставщиктің әкеліп отырған несі, иә? Болды. Былайша айтқан дұрыс, мынау өте орынды. Енді мынаның әр еттің сойылған уақыты және қашанға дейін жарамдылығы біз қайдан біле аламыз? Жерден біле аласыз. Неше сағатқа дейін сақталатынын бәрі аласыз. Машалла, мынау. Условия хранения, срок реализации скоропортящих пищевых продуктов, Санпин. Неге қазақша жоқ? Просто обзор. Просто сұрақ просто. Неге маған қазақи орысша бар да, енді қазақтарға арналған ақпарат жоқ, былайша айтқанда. Мен шынымен қазақшасын оқығым келіп тұр, расымен айтайын. Оқығым келмесе де тұру керек бұл. Бәлкім ілінбей қалған шығар, бәлкім түсіп қалған шығар. Иә, бұл бар іште. Әкеле қойсыз, ай өтпесеңіз, сразу іліп қоя қойық, иә? Мынаны төменге, қазақты жоғары іліп қойық. Мен соған таңғалып отырмын. Айтшы, Әбіш, талай жерде осындай проверкалерде болдым. Басшылық құрам көбінесе. Жоқ, не істейсің, оны істесең деген. Түсірмей камераға. Түсірмей, немес право деп, бірақ болады ғой түсіруге, білмейді. Ал енді шынайы өзім пікірім мына кісіге. Мында кәм идеально, басшыларына именно идеально базар. Айнұр ханым бар ма екен? Жоқ па екен? Ана не қылған бір кем дүние деймін да, именно қазақша сұхбатты орысша салып отыр. Жоқ, орысша жас қойым. Болды, жас қою міндет негізінде, міндет жас қою міндет. Міндетті түрде, жарай ма? Бұл андай намысшыл қазақ келсе, мынаны дейтін, сіздерді дейтін, қобақ дейтін ан бәрін. Сара ханым, мына бауырымыз көп, осындай тексерісте жүретін бауыр. Көп, Әбіш дейтін бауырымыз. Иә. Көп камерада жүреді, бұл бауырымыз айтып отыр да, басшылықпен адамдар неге мықты сыпайы болып тұр ғой дейді да, бұлар өте керемет қой дейді да. Біздер барған жер дейді. Кім? Біз қатемізді мойындаймыз. Сондықтан да сіздерге күліп тұрғандарыңызға бөлек рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Бөлек кәдімгідей біздің көңілге түсірмей бар ғой. Қытайдан келген қазақ болсам, орысша білмеймін, қазақша білемін тек қана. Қазақша оқып білейін десем, Бәрін орнында кеңкіріп. иә. Енді мынаны алғым келіп тұр енді мен. Не істеймін енді мен аны? Алмаймын ғой бұны, болды ғой, мен ет жемеймін ғой бүгін. Біле алмаймын ғой, қашанғы қазақ, мен Қытайдан Қытаймын, мен Қазақстанға келген.
упакована деген. И то қазақша емес. Қытайдан келген қазақ етсіз қалды, былайша айтқанда. Қытайдан келген қазақ. Перевод жасап бере аламын. Переводты сіз тура жасап тұрғаныңызда, тура жасамай тұрғаныңызда, андай ғой, заң жалғаса береді да, Қазақстан заңы. Мысалы, енді сіз переводчик туралы маған дейтін сертификатыңызды беріңізші деп мен талап етемін. Переводчигіңіз туралы. Сізде сертификат жоқ, сіз переводчик емессіз деген сияқты ғой. Қазғылай берсең көп оны. Бұл үшін бір сөз айтқанда қазақшасы керек мына жерге. Иә? Болды, иншалла. Айнұр ханым, мынаның бәрі сіздікі ма? Айнұр ханым. Қаншадан беріп жатсыз деп отырсың? Мына жерде вообще қағаз жоқ қой. Бұл қашаннан қашанға дейін енді, кім біледі? Бұл ет өнімге қатысы бар ма? Жоқ, мен оны поставщик айтып тұрмын ғой. Сіздерге әр күні әртүрлі поставщик әртүрлі күнде келе ма? Иә. Сізге әкелген түрі ғой. 12-сі мысалы сараптама. Маған мында витрина қойылған түрі керек. Ана іште не болып отыр өздеріңізде? Ішінде сулар шығып тұру ол дұрыс па? Ол болады, иә? Сондай еді. Машалла, болды. Халықты біліп жүрсін, шошынбасын. Қазақша, орысша. Иә. Жарай ма? Қалдырмаңызшы. Біліп қойыңыздар, егер де түрі нашар болса, сүйкімсіз болса, түрі срок годности мощный болса да, сразу алынады ветеринадан. Болмайды. Четкий. Красавчик. Енді мен бұл сроктар жақсы шығар деп ойлаймын енді. Жақсы деңші тек сроктар, жақсы деңші, тағы бір кем дүние. Міне тағы просрочки емес. Ойындамын, жақсы. Бәрі жақсы, керемет, өте керемет. Ау? Міне машаллах алып тастап отыр бәрін, өте керемет. Мына жердегі болған дүниенің барлығын алып тастап отыр. Неге? Себебі бұның жарылымдық мерзімі асып кеткен болатын барлығы да. Срок асып кеткен ғой. Басқа войнада. Сол срок асып. Жоқ, алып тастап отыр ғой барлығын, алып тастап отыр ғой. Сол үшін алып тастап отыр ғой. Сол үшін срок қарап жүрмін. Бір жақсы Сара ханым, бір жақсы қуантатыны то, что сіздер оған ақша төлемейсіздер, возвратный бір жақсы. Тек сол қуанып тұр тек, иә? Сіздің қазір алғаныңыздың арқасында мына кісі қазір алып бардыр, қайтарып отыр. Мына кісі уже алып тастап отыр. Алып тастап отыр. Ол кісі үйге барып понос болып жататын уже. Так, шпрот. Мен жаңа біреуін салдым. Иә. Ағып кеткен сыртынан бәрі. Мә. Бұрыннан, а? Иә. Сыртынан ағып кеткен бәрі. Енді сендер ол сөмкелерің ағып отыр ғой, пакет салдыңдар ма? Пакет салдым. Болды. Үш жоққа біз салып алдық. Иә, мен сөмкімді сол үшін салып қойдым, көрдіңдер ма? Мен сенбеймін сіздерге. Сіздер қазір балық сатып жүресіңдер. Оны даже витрина қоя алмайсың. Судаку икра. Мен жер едім бұны. Қазақстан Республикасының берілген заңдары бойынша жеуге болады, рұқсат етеді. Сроктар жақсы, хранение күшті. Бірақ бір минус бар. Қазақша жоқ. Перевод жоқ. Перевод жоқ өнімді Қазақстанда сату болмайды, тыйым салынған. Біз жалғастырайық. Менің камераға түсіріп жүргеніме 1 сағат 15 минут болыпты. Бағана бізде Килки өнімдері байлақайық. Уағалейкум ассалам. Бізде қазір консерв өнімдері, яғни консервный балықтар, Килки. Балық өнімдерінде көбінесе қазақ тілі болмайды негізінде. Мысалы, тунец салайық. Болса бар болуын айтайық. Мына жерде состав деп тұр, срок годности деп тұр, міне. Мына жақта қазақша жоқ, мына жақта жоқ. Көрінді ма? Осы ғой мен айтайын дегенім. Именно орыстардан келетін консервілерде қазақша болмайды. Қазақшасы жабыстырады. Қазір. Сертификатталарын нелерін сұраймыз ғой офистен. Арнайы кәдімгідей маманмен перевод болу керек. Перевод жасаймыз. Міне, мысалы, мында жоқ. Мына жақта жоқ. Килки өнімдерінде бізде енді ол қазақстанский өзіміз ғой. Өте керемет. Килки өнімдері өте өзіміздік ғой. Мынау бізде тыйым салынған. Сразу ондайлар көзге түседі маған. Мынау бізде тыйым салынған. Себебі дейді, банкі, яғни консервный банкі, егер де майысатын болса дейді, өзінің заңдылығында, бұның ішінде зиянды бактериялар басталады дейді. Я, бұны да бір недобросовестный, өте бір нашар адам жерге құлатып алады. Содан кейін тұрады, дейді, қайтып қойып қояды орнына. Оны сосын тұрады, біз сияқты блогер келеді, мынау немені дейді. Оны бана мерчендайзер немесе өшер дайындайтын бір кісі үлгермей қалды арнайы. Сосын барады қораға кетеді. Мынау штраф. Қандай да бір кісі құлатып алса, штраф төлемейді, біліп қойыңыздар. Жай ғана ескертіңіздер, болды. Мен мынаны құлатып алдым, жарып алдым. Алып қойыңшы деп. Қайтып қоймаңыздар мұнда.
қайтып қойып қойсаңыздар мына кісілер қораға кіріп жатыр. Сол үшін үкімет арнайы айтып қойды. Сындырып алсаң, сен төлемейсің. Жай ғана ескертеді, болды. Әрине біздер банкілердің барлығын тексеріп, әрқайсысын көрсетіп, сіздерге мынау дұрыс емес, мынау қырғын банк шығып жатыр, позор, что такое? Мақсат емес. Күнде тексеру, күнде жұмысты сол кетпен жалғастыру. Біздер қазір приблизительно, досым, үлкен гипермаркеттің 30%-ын тексердік, а? А сіздер білесіздер ме, кішкентай баланың кигізетін памперсінде де жылдық мерзім болады. 5 жыл. Строго нормальный майонез бәрін алды. Мә. Шуланып кеткен ғой. Бүкіл майонездар ғой тұрған. Бәрін алып тастапты полный. Ішіне нормальныйлар да болды. Жоқ, қайтып распековать етіп, жоқ, бар болды ма? Иә. Болды ма? Несі? Ішіне нормальныйлар. Иә. Оны бәрін алып тастапты. Біз кетейікші. Пускай ушеріп кетпесінші бұл кісілер. Сен, Давид, Олвисті бір тексерші. Прикол. Мынау не екен білесің бе? Мысалы. Дұрыс. Сара ханым, бағана Қадыр бауырымыз жатыр, ана жақта майонездің барлығын жинап алған. Арасында сроктар күштілер болған екен. Иә. Нормальный который. Күшті нормальный. Өтініш бір не істесінші. Қайтып. Потому что не керек нормальный нәрсені жіберіп қайтып. Сізді жүгіртіп қойған үшін айтыңыз. Басшылық құрам болып, жоғарыдан төмен түскен үшін рахмет. Алла разы болсын, иә? Жоқ, кейбір бастықтар қашып келеді деген, затырат. Бізде сондай болды. Анварда болды бізде. Айтам. Мега центрдің ішінде Анвар бар. Керуен дейді. Керуен ішінде Анвар бар. Бастығы зырғашты ғой. Басында мен бастығын шақты. Мен бастық екен білмеймін оның. Бір орыс кісі маған бірдеме. Игорь ма сол? Негр ма білмеймін, бірақ енді. Мен басында маған сен кімсің тұрады. Сен кім дейсің? Мен камерасыз күшті болып кеттім ғой сендегі десем. Кімсің сен өлең? Олар ренжімеді камера қосып. Бітті позор болып кетті. 40 штраф шықты. Содан кейін атым тұққан бір орыс жігіт үлкен ұзын бойлы. Қашты. А сіз қашқан жоқсыз. Әйел адам бағана Игорь ма кім? Содан жүрек жұтқан адам екен. Сәлеметсіз, девушка, сіз түсірмей мойындамаңыз, жарай ма? Есіміңіз Тәмейсіз. Қарындасым, не ғой? Сіздер ғой хабарлаушы, иә? Айып етпесеңіз, бағана сіздің бір хабарлауыңыздан бірінші орыс тілін, содан кейін қазақ тілін байқап қалдым да? Не себепті бұл? Жоқ, енді... Иә, бағана наурат бұл көтті. Басықта естіп отыр да? Байқамаған жайым, бірақ соны байқап отырмын, жарай ма? Жай ма? Әрдайым қазақ тілінде бастап отыр. Иә. Өзіңіз біліп тұрсыз ғой, керемет, бір мемлекет. Керемет танымайсыз. Рахмет. Көп. Өте керемет. Көрініп тұр ғой, оқығаңыз екен. Ақтөбенің гаиларын гаиларын. Неге? Беспредел. Негізінде халық қой беспредел. Өткенде көшенің бойында айыршы 100 бен. Халық қой беспредел шынымен. Жоқ, анарда нарушение құқық. Оларға беспредел көп dedi. Бірінші халық беспределін қойса, ментарда қояды ғой, негізінде. Бір халық біреу кісі құлатып кеткенде қойып кеткен. Мысалы, бұны сол үшін мына кісілер штраф төлейді қазір. 100 мың теңге төлейді мынау үшін. Ешқандай да халық алдым деп айтпайды. Иә. Мысалы, мынаны нечаянно құлатып алды ма? Халық шақырып администратор ескеріп кетсе, мына құлатып алып еді мынаны. Алып тастай қойсын, десе, штраф төлемейді ол кісіге де. Зато бәрі әдемі болады да. Халық өзі бірінші бүлдіреді, кейін отвечать етуге қашады да. Содан кейін кім кінәлі болады, сіздер кінәлі боласыздар. Полицияға тоже сондай қатысы бар ғой. Мен мысалы полиция тоқтатпайды, неге білесіздер ме? Потому что мен ремень тағам, фар жағам, скорость режим сақтаймын. Сол себеп тоқтатпайды. Осыған қатысты іс-әрекеттерін біздер тек қана деталін жинадық. Детальға қатысты іс-әрекетті Сара ханым мен 100%, 99% сенімдімін сіз шарасын қолданатынына. Біздегі болған басшылық құрамдар мен мына кісінің басшылық құрамы. Осы сіздің алдыңызда біз Атырауда ярмарка супермаркетінде болдық. Сол ескертеміз осылай. Администратор болсын, управляющийін шақырып аламыз, ескертеміз. И олар мойындамайды да, жоқ, бізде бәрі нормально, жоқ, мына сұрағы аспаған, шақыра бер, бәрі деген сияқты. Нан, кстати. Нан, көгілген нан алып келіп тұрық алдына. Жоқ, мына базарлыққа кететін товар деп, мойындамайды да. Хотя витринада тұр, бірақ. Біз солай ескертеміз, бірақ қабылдамайды да. Март айынан бері шыққан нан. Мартта шыққан нан. Наурызда шыққан нанды сентябрьде тауып тұр ғой. Сентябрьде тауып тұр. 6 ай болған нан. Ішінде көріп отырсыз сіздің. Сіздің тарапыңыздан бәрі керемет болып отыр. Көрініп тұр кәдімгідей.
Тым жақсы, мына кісілер, Индира ханым, сіз, Сара ханым. Әдемі бәрі. Нұрлан бауырым жүгіріп жанымызда кәдімгідей. Шын айтам, ырзамын сіздерге. То, что сіздер бетке-бет келіп тұрғандарыңызға да. Қашпай, сен бар деп. Мына нәрсе жөнделеді дейді ойдамын. Неге маған сондай сенімділік білесіз ба? Сіз майонезді мана жедел түрде алып тастадыңыз да? Сол ғой. Маған сол үлкен сенімділік берді. Яғни мен Анвар именно осы гипермаркетке қатысты. Осы көшеде орналасқан гипермаркет Анварға мен өзім сотрудниктерге үлкен кепілдікпен жақсы дейтін кепілдік бере аламын. Бірден бастап 10-ға дейін өлшейтін болсақ 8 дейтін баға бере аламын. Өте керемет. Себебі мынау үлкен гипермаркет қой. Гипермаркет. Даже кішкентай магазин өзінде бір тележка, екі тележка просрочка шығады. Гипермаркеттен мынау өте аз былай қарасаң. Үлкен гипермаркет қой мәселе. Көлемге қатысты, иә. Көлемге қатысты алатын болса. Дұрыс айтасыз. Просрочка алынмады, иә? Иә, просрочка. Майонезден просрочканы алып тастар еді. Просто мынаған есептемей қалып тұр. Иә. Ал былайынан өте керемет. Мынандай үлкен көлемді бір басшылықпен, мынандай қызметкерлермен ұстап отыру ол үлкен жетістік ол деген. Үлкен жетістік ол деген. Ол даже егер жете алмаған оған. Иә, түсінікті. Қарасаң орысша айтып тұр уже. Иә. Жоқ, барып сұрап едім ғой. Ол айтады, маған айтады, біздер бірінші мемлекет тілін айтамыз дейді. Сосын Нұрлан айтады, маған байқамай қалдыңыз, оны байқамай аламын дейді. Ол кісі біліп тұр. Машалла, мен де разы болдым. Сара ханым, Талғат қызы, сізге рахмет. Нұрлан бауырым, Алла разы болсын. Сізге Индира ханым бөлек рахмет. Отидо до конца жанымызда жүріп күліп жүргендеріңізге рахмет. Біздің мына контентті сіздерге зиян ретінде емес, как бы халыққа, халыққа мына жерге келіп сенімділікпен ала берсеңіздер болады деген ниетпен. А біз шыққаннан кейін бұны әрине естественно бөлек айтамыз. Шыққаннан кейін мә шетіп кеткен дейсің, барма кірме. Шықпа, бармаңдар, қашыңдар деп ма? Проблема деп. Әзіл. Оны шыққаннан кейін бөлек айтамыз. Сіздерге бөлек рахмет айтып, рұқсат болса біз өзіміз жүре берейік. Бұл бізде бүгінгі Ақтөбе қаласында қонақ жайлықтарыңыз үшін рахмет. Біздің жай ғана азаматтық тексеріс ретінде. Нұрлан, бауырым, саған ерекше рахмет. Рахмет. Алла разы болсын бауырым. Индира ханым, сіздерге де бөлек рахмет. Сара ханым, қызметіңіз өсе берсін. Аман болыңыз. Сіздер де өсе беріңіздер, қызметтеріңіз. Біз қай жақпен шығып кетеміз қазір? Сара ханым, сау болыңыздар. Бұл бізде өте керемет кісілер болды негізінде. Так, сонымен бұл бізде Ақтөбе қаласының гипермаркеті Анвар атты. Так вот, бұл жерде мен Сара Талғатқызы басшылыққа үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр. Себебі қандай да бір жағдай болса да барлығына кәдімгідей білімді жоғары дәрежеде қарады. Мен үшін әрине. Бұндай кісілер біз үшін керек. Себебі жаман кісілер бар, кейбір өзінің білімсіздігін, надандығын бізге әсерін тигізеді және сол супермаркетке тигізеді. Ал бұл кісіге қарасақ, білімді оқыған тоққан кісі екен көрініп тұр. Енді бір мәселе. Ішінде болған қандай да бір кикілжің жағдайлардың барлығын жоюға уже кірісіп кетті. Бұл да біз үшін үлкен жетістік. Аллаға шүкір, Анвар дәл осы гипермаркетке мен үлкен алғыс білдіремін. Себебі қандай бір қателік табылса да, бұл Анвардың барлығын таза, әдемі ұстап отыр. Кейбір жерде детальдар болып қалды, бірақ та оны да көз жұмуға болады. Оның өзіне ол кісі жоям деді. Өте керемет. Сара Талғатқызына және де осы жерде орналасқан барлық қызметкерлеріне мен ерекше алғыс білдіргім келіп отыр. Алла разы болсын. Ал сіздермен болған Мейрамбек Махамбетов және бұның командасы Қадыр, Әбіш, Давид. Ассалаумағалейкум. Келесі кездескенше сау саламатта. Комментарий, лайк ұмытпаймыз және де басқа қалада қай қалаға барғанымызды қалайсыздар. Жазып кетіңіздер.